Шалбар дайын. Мен лекалада мына сызық жоқ негізі. Менде просто мата жетпей қалды. Артқы бөлікке осылай кокетка түсірдім. Мен оны қалай түсірдім? Осы бүтін лекаланы алдым. Осы жерден кесіп алдым. Осылайынан. Кесіп 1-1 сантиметрден тігіске бердім. Осылай артында кокетка пайда болды. Просто менде матам жетпей қалды. Содан осылай тігуге тура келді. Замогын қондырып болдық. Енді белін қондыратын боламыз. Тағы осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Егер сіздер белдік қойғыларыңыз келмесе, выточканы тікпей резина қоюға болады. Шалбарды тігуге кірістік. Міне шалбардың артқы бөлігі мына. Осындай выточканың орындарын осылай қиып аламыз. Алдыңғы бойда да выточка бар. Сол выточканы осы жерден екі шетінен қиып аламыз. Және де осы қиып алған бойынша мел арқылы матамызға шалбардың алдыңғы артқы бойына түсіріп аламыз. Міне осылай мелмен сызып түсіріп алдым. Артқы бойдыкін алдыңғы бойға да дәл солай түсіріп алатын боламыз. Бойда бір выточка болады, артқы бойда екі выточка. Осылай түсіріп алдық. Енді келесі қадам. Міне осылай қиып алып тастамаймыз, тек қана осылайнан сызықтың үстімен тігіп шығатын боламыз. Осылайнан қыстырып алдым. Міне. Енді осыны сызықтың үстінен бастырып тігіп шығамыз осы жерге дейін. Қай жерге дейін сызып алдық, сол жерге дейін тігіп шығамыз. Алдыны да, артыны да дәл солай. Міне осылай болады тіккен кезде. Тіккеннен кейін үтіктеп алу керек. Енді осы жерде алдыңғы бойдың осы жеріні жоғарыға 1 сантиметр көтеріп осылайнан тігіп аламыз. Артқы бойды тұтасынан 1 сантиметр қалдырып тігіп шығатын боламыз. Екі ауынан тігіп келді. Енді қалтасын орнататын боламыз. Екі түрлі қалта бар. Осы қалтаны аламыз. Осынысыны алып алдыңғы бойға осы жерге қоятын боламыз. Алдыңғы бойдың оң бетін қаратып, оң бетінің үстіне қоямыз. Және де осы жерін қайшымен қиып алып тастаймыз шалбардың. Қалтамен бірдей қылып шалбардың алдыңғы бойын қиып тастадым. Міне. Енді осы жерден былайынан тігіп шығатын боламыз. Қалтаны бір жағын қиып, екінші жағын орнатып алдым. Қазір мына жағында қиятын боламыз. Екінші жағында осылайынан жасап алдым. Енді тігіп шығатын боламыз. Қалтаны орнатып тігіп келдім. Енді қалтаны осы жаққа қаратып, осы жерден қалта жаққа қарай 0,1 миллиметрмен тігіп шығатын боламыз. Екі жағында солай жасайтын боламыз. Екінші жағынан да ішінен 0,1 миллиметрмен тігіп шығамыз. Міне осылайынан тігіп келдік. 0,1 миллиметрмен. Енді осыны ішке қарай қайырып, үтіктеп келетін боламыз. Міне біз қалтаны үтіктеп, былайынан қаратып келдік. Енді бізде екінші қалта бар. Екінші қалта. Енді сол екінші қалтаны осының үстіне орнататын боламыз. Жаңа біз қырқып тастаған бөлігіміз осы жерге түсетін болады. Міне. Осы жерден бастап, мына қалтаның өзіні 1 сантиметр қалдырып, тігіп шығатын боламыз осы жерге дейін. Міне қалтаның бөлігін тігіп келдім. Енді оверлоктап алатын боламыз. Және де екінші қалтаны да дәл солай тігіп алатын боламыз. Қалтаның барлығын тігіп болғаннан кейін осылай көрінісі осылай болып тұрады. Міне біз қиып алған жеріміздің орнына екінші қалтаның бөлігі басады. Енді бізде мына алдыңғы бой бізге қарап тұр. Оң жақ беті бізге қарап тұр. Енді артқы бой шалбарды оң жақ бетіне қаратып, осылайнан алып келеміз да осы жан бөліктерін тігіп шығамыз шалбардың. Екі жан бөлігін тігіп алатын боламыз. Екі жан бөлігіне ине қыстырып алдым. Қазір тігетін боламыз. Тігіп болғаннан кейін оверлоктауды да ұмытпаңыздар. Енді замок қондыратын боламыз. Замокта сіздерге осындай лекала берілетін болады. Мен бұны өзім қиып алдым. Сіздерге лекала беретін боламын. Қазір замок қондырамыз. Енді замокты орнататын боламыз. Ол үшін мына жоғарғы бөлікті ашамыз. Гульфикті ортаға кіргізіп, мына жерде үтіктеп аламыз. Замокты ортасына кіргіземіз. Екеуі жоғарыда, замок ортада, гульфик астында осылайнан орналастырып, инемен қыстырып тігіп алатын боламыз. Міне ине қадап алдым. Гульфик астында, замок ортасында, шалбар үстінде. Міне. Енді осы жерден тігіп шығатын боламыз. Замокты тым қатты тақамаймыз. Міне тігіп келдім. Замоктың екінші жағын тігетін боламыз. Ол үшін осы жерді замоктың мына шалбардың жабылатын жеріні ашып, мына астыңғы жаңа тіккенімізге қоспай, бөлек инемен қыстырып, мына жерге дейін айналдырып тігіп алатын боламыз. Мына жерге дейін. Міне осылайнан тігіп алатын боламыз. Замогымыз ашылуы керек. Міне замокты қондырып болдық. Ашқан кезде осылайнан міне осылайнан әдемі болып тұрады. Енді белдікті қондыратын боламыз. Белдікті қондыру үшін белдіктің оң бетін шалбардың оң бетіне қаратып, замокты ашамыз. Осы жерден 1 сантиметр тігіске қалдырып, тұтас инемен қыстырып шығатын боламыз соңына дейін. Міне айналдырып белдіні ине қыстырып шықтым. Енді тігіп шығатын боламыз.
мына белдікті қондырып алдық. Міне осылайынан әдемі болып шықты. Енді мына жерді, мына бөлігін оверлоктап алып, осылайынан просто қайырып осы жерден тік қойсаңыздар болады. Немесе 1 сантиметр ішке қайырып, осылайынан тігіп шықсаңыздар болады соңына дейін. Оверлоктап тіксеңіздер де болады. Жай ғана оверлоктап үстінен бастырып тігіп шықсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызбен. Мен осылай оверлоктаған жоқпын, үтіктеп алып, ішінен 1 сантиметр қайырдым. Енді осыны бүктеп, осылайынан айналдырып тігіп шығатын боламын 1 миллиметрмен. Барлығын тігіп болдық. Іш жағынан 1 миллиметрмен тігіп шықтым. Осылайынан дайын. Енді балағын 1 сантиметр, 2 сантиметр ішке қайырып тігіп алатын боламыз. Сонымен біздің осындай әдемі шалбарымыз дайын. Осы жерге түйме қадайтын боламыз. Өздеріңізге ұнаған кез келген түймені қадап қойсаңыздар болады.